Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қияр мен ақжелкен негізіндегі табиғи қартаюға қарсы маска жасап көрсетемін. Ол үшін бір кішкене қиярды майда бөліктерге бөлеміз. Қияр шырыны құрамында табиғи ылғалдандырғыш қасиеттері бар. Қияр шырыны бет терісін ылғалдандырып, оны жұмсақ әрі тегіс етеді. Және бізге бір ақжелкен шоғыры керек. Ақжелкенді майда бөліктерге бөлеміз. Ақжелкеннің құрамында пигментацияны азайтуға көмектесетін С дәрумені бар. Ақжелкен бетіңіздегі қара дақтарды кетіріп, теріңізді жаңартады. Бөлінген қияр мен ақжелкен шырынын ыдысқа салып, үстіне 100 мг су құйып, блендермен езіп аламыз. Достар, менің каналыма жазылыңыз. Сұлулық үшін және табиғи рецепттерді оңай жасай аласыз. Дайын болған шырынды сүзгіден өткіземіз. Дайын болған шырынның жартыдан көп бөлігін ыдысқа құямыз. Үстіне біраз қасық жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Қоспаны баяу отқа қойып, қоюланғанша қыздырамыз. Түбі жабысып қалмас үшін үздіксіз араластырамыз. Дайын болған қоспаны сәл суытып, ыдысқа құйып аламыз. 5-6 тамшы Е дәруменін қосамыз. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Е дәрумені теріні бос радикалдардан қорғайтын және әжімдердің пайда болуын азайтатын күшті антиоксидант. Барлық қоспа қосылғаннан кейін масканың әсері күшейе түседі. Дайын болған масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтай аламыз. Масканы аптасына 3 рет бетіңізге, мойныңызға және декольте терісіне жағып 20 минутқа қалдырасыз. Содан кейін қалған масканы жылы сумен жуасыз. Масканы қолданар алдында білегіңізге немесе қолыңызға жағып 20 минутқа қалдырып сынап көріңіз. Қияр мен ақжелкен негізіндегі маска бет терісіндегі қара дақтарды, әжімдерді азайтып, теріңізді жұмсақ әрі серпімдетеді. Енді қалған шырыннан көз айналасына патчи дайындаймыз. Мақта жасықшаларын 2 бөлікке бөлеміз. Бұл патчи көз айналасындағы эпидерместі сергітеді, тыныштандырады және ылғалдандырады. Мақта жастықшаларын шырынға малып, ыдысқа саламыз. Патчиді тазартылған көз айналасындағы теріге 15-20 минутқа қалдырасыз. Теріңіз ағарып, әжімдер азаяды және көз айналасындағы қара шеңберлер жойылады. Сонымен қатар, таңертең көзіңіз ісіп тұрса, ісінуді де басады. Патчиді тоңазытқышта 10 күнге дейін сақтай аласыз.
Сізге денсаулық, жастық және сұлулық тілеймін. Келесі кездескенше.